Дәл магазиндегідей песочный печенье жасайтын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, өзіңізге сақтап алыңыз және бізге тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге сливочный май және ванилин и сахарная пудра керек. Осыларды қосып, жақсылап отырып, миксерлеп аламыз. Майымыз комнатный температурада жұмсақ болу керек, сонда жақсы араласады. Енді үстіне бір жұмыртқамызды қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Дәл осылай етіп барлығын миксерлеп алғаннан кейін үстіне ұнымызды қосамыз. Жақсылап отырып, осылайынан араластырып аламыз. Дәл осы видеодағыдай болып шығу керек. Міне біздің печенье жасайтын тестамыз дайын. Бұларды дәл осындай формалармен жасауға болады. Не болмаса өз фантазияңызбен. Мен жартысын осылай формамен істедім. Содан кейін дәл осылай етіп домалақтап вилкамен үстінен сызып шықтым. Енді бұны духовкаға 25 минуттай пісіріп алдым. 180 градуста. Өте жақсы, дәмді шықты. Сіз де дәл осылай жасап көріңіз.